Түк білмейтін турист. Түк білмейтін турист. Тосын сый Өзбекстаннан, тосын сый ағаң оралды. Тосын сый. Ағаң оралды. Өзбекстаннан бұрын соңды болмаған видеоблог. Бұрын соңды болмаған бұқтасың о. Не етесің? Яка, ойланай. Главный бұл бірінші видеоблог екенін білдірмеу керек. Бір шынымен де қыдыруға келген адам ұстап жүру керек. Жұмыстың ортасында кеп практикте адам сақмыз. Көрегенде, міне керемет деп айтайын десем, көрген жерлерімді айтып отырам. Қара жасыл қала жайнаған, келбетіңе тоймағам. Сағынып солып әсем қаланы, көрмесем бір сәт тойланам деп әндетіп екі кештің ортасында Бұқараға келіп алдық. Кешкі сағат 7, жаңбыр құйып тұрса да құйып тұрған жоған, шамалы сіркіреп тұр. Ашкені шешпейсің ғой, күн күшті шығып тұр не. Бұқара қаласы қазір ішін көреміз. Енді қалған ақпаратты ЗКТ-да айтып берейін, көп білмейді екенмін. Бұқара көне қала. Википедиядағы ақпарат бойынша іргесі біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта қаланған. Кәдімгі Троя сияқты аңызға толы мекен ғой. Гектар деп айғайлағым келіп тұрсам ерде деп. Ар жақтан гектар шығып төбелесіп тұрсам мына жерде. Гектарды жегіп кеткенсің деп қиялдап келе жатқанда мына қызықты көзін шалған. Алыстан қарасаң бір Тәуірбекке ұқсайды екен. Тәуірбекке талынды сәлем. Бұқарадан бұйыртса тәуір досым да келіп көрер. Оған дейін сіздерге көрсетейін. Өлеңім ғой. Мен келетін бір қосып қойған ғой. Мә, саған мұны яқты көрсетіп жіберейін. Өзен емес. Мә, кісілер тамақ жатыр, ақшасы бар кісілер. Менің де ақшам бар негізі. Мерде бір 40 мың ба, 20 мың ба сондай. Бірақ ол 1,5 теңге ғой. 1500 теңгеге не келеді екен деп базарға қарай басқансың. Өйткені қазақтар қайда барса да бірден базар іздейді. Ұсақ түйек сақлады деп. Бұқараның базары. Базар да? Базар. Бір керек зат таптыңыз ба шыне? Нужные вещи есть здесь? Нужные вещи, да. А есть, да? Міне аспаптар, домбыралар. Бірақ өзім домбырамды алып келем мен. Істеймін өзбекский домбыраны. Шахмат түрі. Кезінде Әмір Темір шахматшы болған дейді ғой. Бірақ бұл шахмат тым ойнай алмайды екен. Шахмат ойнайтын адамдар нақып береді екен. Қараңыз. Бұқара деген керемет қалды. Сұлулық дейсің ба? Көз ашқан ішіне қоймайды. Осы сұлулықты көруге келген шетелдіктер көп екен. Олардың көбі атақты хамам моншасын көруге асығады дейді. Мен де асықпасам да көре салайын дедім. Міне Қытайдан келген қонақтар. Чайна. Қайша білмеймін, сау болыңыздар. Міне баня, өзіміз күткен баня.
Уже пар болып отыр ма? Шешіп тағын олар жіне жігіттермен. Бұл баняда от жақпайды тема, есігі жоқ. Ыстық қонаш. Киімнің баня ішінде жүрген қалай кетті. Бағасы 15.000 теңге екен. Сол себепті баняға түспеймін деп шешім қабылдап қойған соң ғой. Ыстық екен. Өз даланың ыстық деп. Одан да барып отжимание істейді. Домбыра сатып атқан жерге қайтадан келдім. Мына домбыра қанша теңге? $350. $350? $200, $100. 4 milyon 200 bin lira. 4 milyon 200 bin lira. 4 milyon 200 bin lira. мықты домбыра жасап, бағасына сапасы сай емес қой деп кеткенсің ғой. Алғанда да қайта тартасың оны. Негізі күшті болып отыр ше, бірақ бәрі бірдей болып отыр да. Міне мынау ескі орны ғой деймін осы қаланың. Археологический памятник остаток караван-сарай и бани дейді. Баняның қалған орны, ескі орны осы жер екен ғой. Осыны іздеп жүрмін ғой мен мағадан. Көп кеткен. Базарға кіріп, баняға кіріп, істеп жүрмін дейсің ғой. Осы жерге келдіріп тұрған ғой. Ескі орнын қазір мен сіздерге видеомен әдемілеп көрсетем. Бұхарада Рим сияқты көшелері тарихқа тұнып тұр ғой, тұнып тұр. Жалпы 140-қа жуық ескерткіш бар екен. Соның бәрін көріп шықсам деп жүре бергенсің ғой. Жердің шеті деген сияқты. Бұхараның шетіне келген сияқты. Ана жақтан бері қарай жатқан ғана машина бар. Арқайға баратқан ешкім жоқ. Барайын ба, бармайын ба? Мына жаққа да жол көп болған бар ғой, қиын. Қай жағына жүргенде де аз. Қалай барсам екен деп жүріп адасып кеткенсің. Мен шынымен адасып кеткен сияқтымын. Аяғым талып кетті бар ғой. Қай жағында жүрмін, шығатын жер қаяқта мына. Аға, шығатын жер қаяқта. Шығатын жерін іздеп жүріп мына жақтан бір-ақ шықтым ал. Мынаның ар жағы кәдімгі манадан бері біз көріп отқан Бұхара қаласы. Күшті еді, күшті. Енді мына жағы кәдімгі өмір екен ғой, мына жақта. Адамдар өмір сүріп жатыр екен ғой. Кәдімгі балалар ойнап жүр міне. Машиналар жүр. Бірақ тап-тазадан маған алғаш, тап-таза. Тап-таза ғимараттар арасында мынадай да бар екен. Мынау неге мемлекет қараусыз қалған деп мәселе көтерсем да, бір қараусыз қалып қойған ғимарат сияқты. Бұл мәселені көтереміз, шешеміз деп айтайын десем, не қатысы бар деп қоясың да бізге. Өзің адасып жүріп, мемлекеттік мәселелерді ойлап қоясың осылай. Адасып, таптым ау сені деп. Ана жақ екен ғой мен бастаған жерім. Қуанып кетесің ғой. Бұлай қуанбағалы 2-3 минут болыпты. Барамыз. Сонымен Бұхарадағы саяхат аяқталды достар деп ойлағам, бірақ достар, видеоблогым әлі аяқталған жоқ. Мен қасымда Юлдуз. Ассалаумалейкум. Бұхараның қызы, бірінші курсент. Медик, дәрігер. Қазақстанға сәлем. Өзбекстанда салам. Қазақстан келіңіз, Астана. Міне Ташкентте туған тағы бір қазақ бауырымыз Тимур. YouTube блогыма қосып қоямын сені тоже. Астанаға келсең айт. Болды, обязательно. Күтіп алатын адам құсап шақырып қоясың ғой. Сөйттім де Самарқандқа тартып отырдым.
Сырға толы Самарқан, Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримов туған жер. Атақты Әмір Темір мемлекетінің астанасы болған шаһар. Біз қазір атақты Әмір Темірдің кесенесіне келдік. Негізі Самарқанд осындай кесенелердің қаласы екен. Бұл Өзбекстанға келген туристердің міндетті түрде зиярат ететін орындарының бірі. Адам көп енді. Ал кесене туралы гидтің ақпараты мынадай. Это его мавзолей, то есть это его усыпальница, который был построен в 1404 году. Кесененің қасында мешіт пен медресе бар. Балаларды оқытқан, білім берген. Мәңгілік күшке сенуге болмайтынын сезген шығар. Ал кесененің ішіне кірсең, түрлі ойлар маза бермейді. Бұлай қарасаң, атақты әміршінің жерленген жері. Біз сол жерде күліп, әзілдеп отырмыз. Қызық. Деген сияқты ойлардан тез құтылу үшін қаланы аралап кеттім. Біз қазір Регистан алаңындамыз. Бұл қаланың басты тарихи алаңы. Атақты 3 медресе бар. Ұлықбек, Шердор, Тилля Қари медреселері. Оның екеуі атақты Жалаңтөс Баһадырдың бұйрығымен салыныпты. Базардың қасынан бірақ шыққансың ғой. Самарқандтағы ең үлкен базар дейді. Йоп. Базары. Сияп базары тура Регистан алаңының артында. Туристер зат алу үшін әдейі солай істелген ау. Іші көздің жауын алады. Қызығы ала бергенсің. Базардың ішіне бір кіріп шығып, ақша бітіп қалған ғой. Банкоматқа кетіпсің ғой, банкоматтан шешуге болады дейді. Картаны біріктіріңіз. Қалай алады екен бұл көргенді? Ақша қалай алады? Деп айғайлап жүргенде біреу көмектесті. Сөйтсе орысша бар екен ғой. Русский язык кетті. Рахмет. Бәрін дұрыс істедім, бірақ ақша ала алмадым. не үшін екенін түсінбедім, бірақ орысша берген жоқ. Ақшасыз қалдым. Самарқандтың ортасында. 5 жақтың жауап 5 жақ теңге. Оған да шүкір деп Ташкентке тарттым. Бұл Ташкент пен Самарқандтың Самсаның отаны. Самсаның отаны. Самсан қалай пісіргенін білмеймін, әкелуі ерекше екен. Shaharlarda yurgan qiz, kecha yana gap bo'libmiz qishloqda. Qo'l ushlashib yurgan emishmiz bog'da. Direktorni qiziliging chatoqda. Тез тамақтанып ары кеттік. Самсаға тойып алған кісілер билей бастады. Оларды көрсетпей қояйын. Биге жазылу керек деп өтірік ұйықтағансың. Шын ұйықтасаң өз-өзің түсіре алмайсың ғой. Ташкенттегі сапарымда атақты Зәңгі ата кесенесін көруден бастадым. Шынымды айтсам, осыған дейін Зәңгі баба деген тек образдық мифологиялық кейіпкер деп ойлап. Кесенесіне келіп тұрсаң ғой. Бұл жерде Зәңгі бабаның жары Әнуарбегім де жерленген. Көпшілік оның басындағы бұлақ суынан дәм татады. Негізгі тарихи нысандарды көрген соң, қаланы аралап паркке тарттым. Ташкенттің қақ ортасында қазақша терме дейсің ғой. Алман Жолдасбай. Кірем де шығам деп ойлағам. Бірақ каруселді көріп бас істемей қалды. Ташкенттің локомотив паркі
просто көре салайын деп келгем былай. Колеса обозрениеға келдім. Осы ол менікі. Ой, рахмет. Бір жақсы жері бір-ақ адам болсаң да істей береді екен. 2 адам болсын, 3 адам болсын деп отырмайды екен. О, міне Ташкенттің төбесінде алақандағыдай көрініп отыр. Қорқып отырсың ғой, міне жартысына келдесің. Жартысына жеткенде дірілдеп, басына шыққанда зәре ұшты. Руслан берден еске түсіп кеткен ол мықты екен, ол Абу-Дабидің төбесінде қалай тұр деймін да. Мына бір әрі кетсе 14-15 этаж ғой мынаның биіктігі. Соның үстінде дірілдеп отырсың ғой, еще кабинканың ішінде отыр. Түсе салып Астанаға тартам деп тұрғанда, бір кісілер Magic City деген парк ашылған деп қызықтырып жіберді. Magic City! Кәшіне кіреміз, сырты күшті екен енді. Мынауың бір Европалық істеп қойып тұр мына жерде. Прага ғой, мынауың. Сөйтіп 3 күндік сапар бітті. Айтпақшы, Самарқанд пен Ташкентті түнде де аралағам, көрсете салайын. Қанша кетті деп сұрайын деп тұрсыңдар ғой. Мен білмеймін, мен тегін барып қайттым бір кісілермен жолдамамен. Жалпы бірақ мен есептеуімше 3-4 күнге 150-200 мың теңге жететін сияқты. Олай жететін сияқтар ғой. Барып қайтыңыздар, қорқпайтыңыздар. Мен видеоблогым ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ұнамаса дизлайк басып, ұнаған жоқ деп жазыңыздар. Өзіме ұнағаны. Bilmeydin turist.